Good day, dear students. How is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Smiles Grade 4 Pupils Book кітабындағы 76 және 77 беттердегі тақырыпты жаттығуларды өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз көріп тұрғандарыңыздай Volcanoes деп аталады. Volcanoes ол бізде оқушылар жанартаулар, қазақ тілінен аударғанда жанартаулар деп аударылады. So students, let's do exercise number 21. Оқушылар ендеше 21-ші жаттығуды орындайық. Бұл жерде қарамен берілген сөздердің қайсысы дұрыс болады, соны астын сызуымыз қажет. Ендеше бастайық. We are in the beautiful countryside of rural France. Everywhere you look, there are volcanoes more than 80 немесе 80 дейді. 80-ші немесе 80 дейді. Олардың 80-нен астам түрі бар деген. Яғни 80 бізде 80 болады. 80 of them деген жауабын таңдаймыз. Келесі, it's a place you have to see to believe. Бұл жерде must болмайды, have болады. Have пен бірге to жүреді. Яғни must пен бірге to жүрмейді. Сондықтан ол have-тан кейінгі сөзде қараймыз. Have to болып тұр. Яғни to болғандықтан бізде have болады. Келесі, our campsite offers everything you need, so you don't. Бұл жерде you болғандықтан бізде has емес, have болады. Яғни you don't have to pack a lot of things. There are lots of fun activities for all the family. You can go walking, go fishing, go horse riding. Бұл жерде because немесе о деп тұр. Бұл жерде оқушылар о болады, немесе деген. Because деген бізде себебі деген. Ал о болса немесе. Or just relax and enjoy the beautiful view. Сен мысалға go horse riding деген бізде яғни жылқыда шабу, яғни жылқыда отырсаң болады, немесе жай ғана демалсаң болады деген. Сондықтан біз о деген таңдаймыз. Келесі, one thing you must do when you are here is take a train right. Бұл жерде up болады. Себебі одан кейін сөз бізде highest, яғни жоғары қарай. Right up to the highest volcano. Through the dome, you can get a great view of all the volcanoes from there. Бұл мәтін оқушылар, яғни volcanoes, жанартаулар жайлы айтылған. Бұл оқушылар жалпы Франциядағы Мурол деген ауылдағы Volcanoes, яғни жанартаулар жайлы айтылған. Олардың 80-нен астам түрлері бар дейді. Сен ол жерде барып көруің қажет дейді. Жалпы біздің кемпингіміз саған қажеттінің бәрін ұсынады дейді. Және де сен өзіңмен бірге көптеген нәрселерді алып шығуың қажет емес дейді. Ол жерде отбасыңмен бірге өткізетін қызықты нәрселер көп дейді. Сен жай ғана жүрсең болады, балық ауласаң болады, немесе атқа отырсаң болады, немесе жай ғана демалып, әдемі көріністі көрсең болады дейді. Және де бірден бір нәрсе, сен бұл жерде болған кезде қажет нәрсе, сен пойызға отырып, жоғарыға қарай, жанартаулардың жоғарысына қарай баруың тиіс дейді. Баруың қажет дейді. Себебі сен ол жерден керемет көріністі көресің дейді жоғарыдан. Exercise number 22, listen and circle. Бұл жерде оқушылар берілген мәтінді тыңдап, қарамен берілген сөздердің қайсы екеуі дұрыс, соны белгілейсіздер. Бірінші тыңдап алыңыздар және одан кейін белгілеп қайсысы дұрыс екенін бірге анықтайтын боламыз. And now let's talk about volcanoes. Did you know that the word volcano comes from the word Vulcan, the Roman god of fire? Yes, that's right. As for the largest active volcano, that's Mauna Loa, and it's in Hawaii. So if you want to see it up close, then you have to visit Hawaii. And when you are in Hawaii, you can visit other volcanoes too. Why? Because most volcanoes are in the Pacific Ocean. There are more than 1,000 volcanoes, but there aren't any volcanoes in the UK. And did you know that the largest volcano in Europe is Mount Etna in Italy? Оқушылар ендеше жауаптарын талқылайық. Екіншісінен бастайық. The largest active volcano is Mauna Loa in Hawaii dedi. Яғни Hawaii жауабы. Бізде үшіншісінде most volcanoes are in the Pacific Ocean. Яғни Pacific Ocean деп айтты видеода. Төртінші бізде there aren't any volcanoes in the UK деді. There aren't any болады жауабы. Соңғысы бізде the largest volcano in Europe is Mount Etna. Etna деп жауап берді. In Italy.
So the next exercise number 24. 24-ші жаттығу riddle time. Бұл жерде оқушылар жұмбақ берілген. Жұмбақты оқиық бірінші. Шешімін табайық. What always falls but never gets hurt? You can see it in the picture in exercise number 23. Оқушылар былай сұрап тұр. Әрдайым құлайтын дейді, яғни жоғарыдан жабатын нәрсе, бірақ дейді never gets hurt, яғни ауыртпайды дейді. Бұл бізде суретте көрсетілген exercise 23-те қарасаңыздар, ол жерде бізде өлең берілген. Ол өлең жаңбыр жайлы айтылған, яғни Лондон қаласындағы жаңбыр жайлы, жел жайлы айтылған өлең қарасаңыздар болады. Бұл жерде жауабы rain болады, яғни жаңбыр. So the next exercise number 25. 25-ші жаттығуға қарай оқушылар. In 3 minutes write дейді. 3 минуттың ішінде сұрақтарға жауап беріп жаз дейді. Біріншісі бізде 5 kinds of weather. Ауа райының 5 түрін жаз деген. Мысалға, windy, желді деп жазамыз. Rainy, жаңбырлы, snowy, қарлы, және де hot және cold десек болады. Суық және ыстық. Hot ыстық, cold суық. Екінші сұрақ бізде two winter activities. Қыста жасалынатын 2 іс-әрекетті жаз деген. Skiing және snowboarding деп жазсақ болады, яғни шаңғы тебу және snowboard тебу. Үшінші 3 summer activities. Жазда жасалынатын 3 іс-әрекетті жаз деген. Мысалға swimming, жүзу, surfing тебу және де ride a bike. Мысалға велосипед тебу деп жазсақ болады. Төртінші бізде 4 things you can take with you when you go camping. Сен яғни кемпингке барған кезде алып жүретін өзіңмен бірге 4 нәрсені жаз деген. Мысалға first aid kit, мысалға алғашқы көмек көрсететін дәрі қобдишасын алып жүруіңіз қажет. Және campfire, лагер оты, яғни от жаққанда қолданатын, және blanket, және де whistle, мысалға ысқырық алып шығуымыз қажет. Мысалға 4 нәрсе өзіңнің алып шығатын нәрсең. Және де 5-ші бізде 2 things you mustn't do when you go camping. Яғни кемпингке шыққанда сен осы 2 нәрсені істемеуің қажет. Мысалы, бірінші бізде go for walk alone, яғни жалғыз өзің жүруіңізге болмайды. Және де eat wild fruits, жабайы жемістерді жеу, яғни олар болмайды. Осы 2 нәрсені жазсаңыздар болады. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаған болса, түсінген болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Subscribe my channel. See you next time. Goodbye, students.